Таиландта ұрланған қазақ балалары. Таиландқа қазіргі таңда жастар жағы өте көп баруда. Бірақ осы бір оқиға мені бірнеше күн қатты есеңгіретті. Осыдан бірнеше ай бұрын біздің қалада бір жас отбасы Таиландқа отбасымен 3 баласымен қыдырып барған. Қаражатын жинап армандап келген Таиландты армансыз аралайды, демалады. Қайтатын күні таңертең балалары ұйықтап жатқанда әке шешесі жақын жерге барып келуге шығып кеткен. Арада 1 сағат өтер-өтпес қайта келгенде аспан айналып жерге түскендей күй кешеді. Ұйықтап жатқан 3 баласы өз орнында жоқ. Ата-анасы гостиницаны басына көтеріп іздейді, бірақ таппайды. Сол жердегі гостиница иесі тез Таиландтан кетуін, егер дәл қазір кетпесе, есірткі қолданатынын айтып қорқыта бастайды. Және елден шығып кету уақыты санаулы уақыттар қалған еді. Амалы таусылған ата-ана елден кетуге мәжбүр болады. Судан жүрегі қан жылаған анасы қазіргі таңда психбольницада жатыр. Балалар сол күйі табылмады. Таиландта балалардың органдарын сату бизнес болып кеткен. Бала жоғалған жағдайда сіздің оны табуға 24-48 сағат қана уақытыңыз болуы мүмкін. Сол одан кейін табу өте қиын. Бұл оқиға әлі СМИ-ға жарияланбаған. Ішімнің қатты ашитыны туыстардың ішінен неге бір адам осы оқиғаны көтеріп, бүкіл СМИ-ға жарияламай тыныш отыр екен. Құрметті жас отбасылар, Таиландқа барғанда өте абай болыңыздар. Балаларыңызды бір сәт жалғыз қалдырмаңыз. Сіз шет елде ешкім емессіз. Ата-анасымен ұйықтап жатқан жерінде де ұрлап жатқан балалар өте көп. Анам-ау деп жылап жатсан да, ботам-ау деп жылатпасын деген қазақ. Абай болайық ағайын.